Мен Астана қаласы номер 60 мектеп-лицейінің 9 сынып оқушысымын. Менің отбасымда ата-анам және 4 бауырым бар. Ең кенжесі ол інім. Әр отбасының өз тарихы, өз ерекшелігі болады. Біздің отбасымызда мамандықтар арқылы бірлік пен жауапкершілік үйлесім тапқан. Мен әскери қызметкермін. Менің мамандығым отанды қорғау. Әскери болу бұл тек форма кию ғана емес. Бұл тәртіп, жауапкершілік және адалдық. Біздің міндетіміз елдің тыныштығын сақтау. Мен өзім қызметімді мақтан тұтамын. Себебі әрбір әскери қызметкер елінің қауіпсіздігі үшін еңбек етеді. Мен балаларымның бейбіт аспан астында еркін білім алып, бақытты өмір сүргенін қалаймын. Сол үшін өз борышымды адал атқаруға тырысамын. Әскери адам болу оңай емес. Ол үшін көп еңбек ету керек, көп тер төгу керек. Күнде жаттығу жасап, тәртіпке бағыну оңайға соқпайды. Бәрі де үлкен күшті талап етеді. Мен ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Ұстаз болу мен үшін жай ғана мамандық емес, ол жүрек қалауы. Ағылшын тілі әлемге ашылған есік. Мен оқушыларыма жаңа сөздерді ғана емес, жаңа мүмкіндіктерді үйреткім келеді. Қазір мен декреттік демалыстамын, бірақ ұстаздық жолым тоқтаған жоқ. Үйде балалармен білім беріп, олардың сұрақтарына жауап беріп, күн сайын бірге ізденеміз. Мен үшін ең үлкен бақыт балалардың көзіндегі білімге деген қызығушылықты көру. Өйткені білім болашақтың кілті. Менің атым Жандор. Болашақта мен өмір жолымды спортпен байланыстырып, осы саланың кәсіби маманы болсам деген арманым бар. Әкем маған ешқашан мойымауды үйретті. Еңбек етсең ғана биікке жетесің деп маңдай тердің қадірін түсіндірді. Менің аты Аялым. Аты Састамын. Тачаны Заскөлемін. Биыл ол алғаш рет мектеп табалдырығын аттап 1-ші сыныпқа барды. Оның кішкентай сөмкесін асынып сабаққа деген ынтасымен барғанын көргенде бәріміз ерекше қуанышқа бөленеміз. Қазір оның басты мақсаты жақсы оқып, әріп тану. Барлығын күлдіртіп, тәтті қылықтарымен жүректі жылататын Ақерке. Ініміздің дүниеге келуі отбасымыз үшін үлкен қуаныш болды. Біз оған спортта да, оқуда да алда жүруді үйреткіміз келеді. Біздің отбасы бірлік пен еңбектің шағын үлгісі. Әр мамандықтың өз орны бар. Ал отбасы сол мамандықтарды біріктіретін үлкен күш. Біз ата-анамызбен мақтанамыз. Өйткені олардың еңбегі біздің болашағымыздың негізі. Ал мен болсам болашақта кім болатынымды әлі анық білмеймін. Бірақ қандай мамандық таңдасам да өз ісімді жақсы көргенімді қалаймын. Біз бір отбасымыз.